оқушылар, мен номері 107 орта мектебінің математика пәні мұғалімі Ибрахимбекова Нұргүл Ибрахимбекқызы. Сіздерге ұсынып отырған сабағым PISA халықаралық зерттеуін жүргізу аясындағы оқушылардың математикалық сауаттылық тапсырмалары. Мақсаты PISA зерттеуімен танысу, математикалық сауаттылық тапсырмаларын шешуді үйрену. PISA деген не? PISA дегеніміз дүниежүзілік экономикалық және даму ұйымының ұйымдастыратын әлемнің 15 жастағы оқушылары арасындағы әр 3 жыл сайын өткізілетін халықаралық зерттеу. Мақсаты жасөспірімдердің алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана алу деңгейін анықтау. Функционалды сауаттылық термині қалай анықталады? Функционалды сауаттылық бұл адамның алған білімін, оқу мен жазу дағдыларын әлеуметтік ортада қарым-қатынас арқылы пайдалану қабілеті. PISA-ның зерттеу аймағы оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық және жаратылыстану ғылыми сауаттылық. PISA тапсырмалары мәтін, кесте, диаграммалар, сурет, карта форматында беріледі. Сұрақтар нақты пән бойынша емес, пән төңірегінде қарастырылады. PISA есептері берілгенде ол арнайы тақырыптар арқылы беріледі. Қыналар тақырыбындағы бірінші есепке назар аударайық. Ғаламдық жылыну нәтижесінде кейбір мұздықтар ери бастайды. Мұздықтардың еріп біткен 12 жылынан соң тастарда қыналар деп аталатын кішкене өсінділер пайда болады. Қыналардың формасы дөңгелек пішінді және олардың жасы, диаметрі арасындағы байланыс мына формула арқылы есептеледі. Беріледі. Мұнда D қына диаметрі миллиметрмен есептегенде 6 мұз еріп біткеннен кейінгі уақыт. Бірінші сұрақ. Мұз еріп біткен 16 жылдан кейінгі қына диаметрін формуланы қолданып есептеңіз. Бұл бізде бірінші тапсырма. Яғни бізде Т 16-ға тең. Д тең 7 көбейтілген түбір астында 16 минус 12 тең 7 көбейтілген түбір астында 4-ке. Жеті көбейтілген түбір астында 4-тен 2 шығатыны белгілі. Тең 14. Сонда мұз еріп біткен 16 жылдан кейінгі қына диаметрі, яғни біз берілген формула арқылы есептедік. Т бізде 16-ға тең болды, 16 жылдан кейінгі. Сонда түбір асты 4-імізден 2 шығатыны белгілі. 7 мен 2-ні көбейтсек 14. Сонда қына диаметрі 16 жылдан кейін 14 миллиметр болғаны. Екінші сұрақ. Анна қына диаметрінің 35 миллиметр екенін өлшеді. Демек, мұз қанша жыл бұрын ерігенін анықтаңыз. Екінші тапсырма. Анна қына диаметрінің, яғни диаметрдің 35 екендігін анықтады. миллиметр екендігін анықтаған. Енді осы формула арқылы біз мұздың қанша жыл бұрын ерігенін анықтаймыз. Формуламыз 7 көбейтілген түбір астында Т минус 12-ге тең 35 деп бірден жаза берейін ба? Д дейін. 35 деп бірден жаза берейін. 35-ке
Енді біз 7-ні теңдіктің оң жағына қарай шығарайық. Түбір астында t минус 12 тең 35 бөлінген 7-ге. Түбір астында t минус 12 35-ті 7-ге бөлсек 5 шығатынын білеміз. Енді теңдіктің екі жағында квадраттап жіберейік. Сол кезде бізде t минус 12 тең 25-ге. Осы жерден t-ны тауып жібереміз. t тең 25 қосу 12-ге. t тең 37-ге. Сонда Анна қына диаметрінің 35 мм екенін өлшеген, демек мұз 37 жыл бұрын ерігенін анықтадық. Келесі Фудзи тауына шығу тақырыбына байланысты есеп. Марат Готемба жолындағы жүрісінде өзінің қадамдарын есептеу үшін қадам есептегішті киіп алды, яғни шагометр киіп алған. Оның қадам есептегіші оның жоғары қарай 22.500 қадам жасағанын көрсетті. Мараттың Готемба жолындағы 9 километр жүрісіндегі орташа қанша қадам ұзындығын есептеңіз. Жауабын сантиметрмен беріңіз дейді. Енді біз 9 километрді сантиметрге айналдырып алуымыз керек. 1 километрімізде 1000 метріміз бар, сонда 1 метрімізде 100 сантиметр бар. Сонда 9 километр болған кезімізде ол 900 сантиметрге тең болады. 9 километріміз 9 километр тең болады 900 сантиметрге. Енді осы шыққан 900 сантиметрімізді басқан қадамына, яғни 22.500-ге бөлеміз. Осы 900 мыңды 500-ге. Сонда бізде 40 деген жауап шығады. Жауабы Мараттың Готемба жолындағы 9 километр жүрісіндегі орташа қадам ұзындығы 40 сантиметрге тең болғаны. Жауабы 40 сантиметр деп жазамыз. Келесі алма ағаштарына байланысты есепті, тақырыбына байланысты есепті мен сіздерге тапсырма ретінде бергім келіп отыр. Фермер бақшадағы алма ағаштарын шаршы түрінде отырғызады. Алма ағаштарын желден қорғау үшін ол учаскенің шетіне қылқан жапырақты ағаштарын отырғызады. Төменде алма ағаштарының қатарларына кез келген n саны үшін алма ағаштары мен қылқан жапырақтары ағаштарды отырғызу схемасы берілген. Яғни міне схемасы. Бірінші тапсырма төмендегі кестені толтырамыз. Алма ағаштарының санын және де қылқан жапырақты ағаштардың санын есептейміз. Екінші тапсырма алма ағаштарының саны мен қылқан жапырақты ағаштардың саны бірдей болатын n мәні бар. Осы n мәнін есептеп, есептеулерін жазыңыз. Тыңдағандарыңызға